Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қарапайым математика ұғымдарын қалыптастыру пәнінен көкөністер жеймін, мысалдар шығарамын тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсаты заттарды саны бойынша салыстырып, олардың реттік номерін атау. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал жүргізейік. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз, көзді салып қараңыз, былай қанат қағамыз. Сәлем балақай, бүгін біз сенімен көкөністермен танысамыз. Қызанақ, қияр, картоп, орақ жапырақ, бұрыш, брокколи, асқабақ, кәде, қызылша, гүлді қырыққабат, пияз, баялды, сәбіз, сарымсақ, асбұршақ, жүгері, қабықты бұрыш, бадана, шалқан. Балақай. Ал енді оқушылар тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма есепті шығар, жауабын тап. Екінші тапсырма көкөністердің санын салыстыр. Үшінші тапсырма көкөністердің реттік номерін тап. Ал енді оқушылар кері байланыс. Сабақ түсінікті болса жасыл түсті, жартылай түсінсек сары түсті, мүлде түсінбесек қызыл түсті жібереміз. Назар аударғандарыңызға рахмет.